Сәлеметсіздер ме, құрметті желі қолданушылары және әріптестер. Терроризм мұны бәрі білу керек атты танымды әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Терроризмнің анықтамасы әсіресе экстремизмге қарағанда анағұрлым кең ауқымды қамтиды. Дегенмен олардың арасында ортақ нәрселер де жоқ емес. Терроризм дегеніміз бұл бүкіл азаматқа қарсы қылмыс. Оның атауы латынның террор, үрей, қорқыныш деген сөзінен шыққан. Ол түрлі бейнеде көрініс табуы мүмкін. Терроризм күш көрсету идеологиясы және халықтың зәресін алу мен зорлық-зомбылықты жасау, сондай-ақ іс-әрекеттердің басқа да пішіндері арқылы билік органдардың шешімін қабылдауына ықпал ету. Бұл мыңдаған қарапайым адамзаттардың өмірін жалмайтын, сөйтіп бүкіл елді үркітетін жарылыстар. Бұл ядролық, химиялық немесе биологиялық қару қолдану қатері. Оның діни пікірлері де болуы ықтимал. Олар әртүрлі діни сенімдерді адамдардың арасында зорлық-зомбылық пен шектен тыс төзімділік уәждесін таратудан байқалады. Ал экстремизмнің анықтамасы біршама екіұштылау. Дегенмен экстремизмге жекелеген адамдардың, топтардың, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қарсы бағытталатын шетін көзқарастар мен іс-әрекеттер болуы деген анықтама берілуі болады. Зорлық-зомбылыққа, бейбастық іс-әрекет пен тәртіпсіздікке және тағы басқа шақыру адамзаттардың құқықтарына, олардың өмір мен денсаулығына қауіп төндіреді. Осының бәрі экстремизм қатарына жатқызылады. Терроризм бір күнде пайда болған жоқ. Ол қай заманда да түрлі пішінде бар болатын. Бірақ қазіргі ғылым мен техниканың, ақпарат технологияларының қашықтап дамуына орай оның ауқымы, қарқынды және қоғамдық санаға ықпалы бұрынғыдан сандаған есе өсіп ұлғайып кетті. Терроризм Қазақстан мен Орталық Азия үшін де қауіпті. Қазіргі кезде Қазақстан көптеген халықаралық ұйымдардың, оның ішінде ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымдарының құрамында өңірлік қауіпсіздік мәселелерін үнемі көтеріп келеді. Осы ұйымдарға кіретін мемлекеттердің арнайы мемлекет қызметкерлері бірлесіп нақты шешімдер әзірлеуде. Өйткені күш біріктірген кезде ғана қауіптің алдын алуға болатынын түсінетін уақыт жетті. Назарларыңызға рахмет.